Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Шоқан Уәлихан туралы тест өткізейік. Ендеше сәттілік. Бірінші сұрақ. Шоқан Уәлиханов қай жылы туылды? Жауабы 1835. Екінші сұрақ. Шын есімі кім? Жауабы Мұхаммед Ханафия. Үшінші сұрақ. Қайсысы оның қызметіне жатады? Тарихшы. Төртінші сұрақ. Шоқан Уәлиханов қай жерде білім алған? Омбы кадет корпусында. Бесінші сұрақ. Шоқан Уәлиханов қай ғылым саласында еңбек етті? География, тарих, этнография. Алтыншы сұрақ. Шоқан Уәлиханов қай елге ғылыми сапар жасаған? Жауабы Қашғария. Жетінші сұрақ. Ол қай жаста қайтыс болды? Жауабы 29 жасында. Сегізінші сұрақ. Шоқан Уәлиханов қай халықтың ауыз әдебиетін зерттеді? Жауабы қазақ-қырғыз. 9-шы сұрақ. Шоқан Уәлиханов қатысқан ғылыми ұйым. Жауабы Ресей географиялық қоғамы. Соңғы сұрақ. Шоқан Уәлихановтың еңбектерінің бірі. Қашғария туралы жазбалар. Неше сұраққа дұрыс жауап бердіңіз? Комментарийге жаза кетіңіз. Маған тіркелуді де ұмытпаңыз.